24 KZ телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге мен, Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минутта мен және әріптестерім сіздермен мәдени өмірдің басты жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Елордалық Конгресс-холлда Астана қаласы әкімдігінің мемлекеттік филармониясының симфониялық оркестрі мен танымал рэп орындаушыларының тәжірибелік ортақ өнер көрсету ұйымдастырылды. Рапсоди адамша өмір сүр деп аталған жаңа жоба кең ауқымды жеткіншектік стрит фестиваль шарасын жасауға арналған. Әртістер танымал классикалық туындыларды орындаған симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен өнер көрсетті. Раньше, когда в 90-х были сборники... Бұрын 90 жылдардың кезінде рапсодия жинақтары болатын. Бүгін дәл соны жасап отырмыз. Мені бұл ұсыныс қызықтырды. Себебі мен осы жинақтармен бірге ер жетіп тыңдап өскенмін. И меня заинтересовало оно. Макс Прайд хип-хоп мәдениетіне 13 жыл бұрын келген. Аталған жобада музыкант дыбыстық жағына жауап беретін ұйымдастырушы рөлін атқарды. Орындаушының өзі мойындағандай, бір қарағанда міндет өте қарапайым сияқты көрінген. Классикалық туындыға бит қосып, оны речитативпен толықтыру ғана. Алайда іс жүзінде бұл аса қиынға соққан. Жас ұжымдардың арасында ерекше көзге түскені ремейк ұжымы. Балалар симфониялық оркестр мен камералық хормен бірлесіп, халық назарына Александр Бородиннің атаңызға айналған Қыпшақ биінің өзіндік нұсқасын ұсынды. Это произведение более живое, не чисто хип-хоп. Бұл туынды өте жанды, тірі, таза хип-хоп емес. Бұнда мәдениеттердің араласы бар. Рок та, хип-хоп та бар. Музыканттар ретінде біз үшін бұл өте қызықты, сондықтан біз өзімізге біраз қиындау әрі қызықты болған дүниені алып отырмыз. Взяли что-то для себя посложнее и поинтереснее. Бұл тәжірибе біздің одан әрі дамуымызға септігін тигізеді. Яғни болашақта біз жанды аспаптармен, тіпті оркестрмен қалай жұмыс істеу керектігін білетін боламыз. Мұнда кез келген аспапқа өзінің тонын таңдап, осының бәрін жасауға болады. Астана қаласының рэп орындаушыларынан басқа кешке нағыз хип-хоп өнерінің майталмандары да арнайы шақыртылды. Олардың арасында белгілі Ресей ұжымы Многоточие тобы да бар. Оңтүстік Астананы Дагуда Джаз танымал орындаушылар таныстырды. Ал елорданың атынан жаңа құрамдағы Не все сказано тобы шықты. Кеш бағдарламасына би ұжымдарының өнер көрсетулері енді. Оларда дәстүрлі балет өнері мен хип-хоп миксін халық назарына ұсынды. Ал жобаның режиссерлік жұмысына Марина Гарбуз жауап берді. Ол тәжірибенің сәтті іске асқанын айтып, өнерде ешқандай шек жоқ екенін алға тартты. Теперь они уже точно знают, что такое симсуита. Енді халық бақтың нөмір 3 сюитасы мен Чайковскийдің падедесін білетін болды. Бұл әуендер халыққа өте ұнады, сүйіп қалды. Астана қаласы әкімдігі мемлекеттік филармониясының камералық хор мен симфониялық оркестрі әртістерінің көбі де осы жанрды жылы қабылдап отыр. Жанру рэп, теплотой, любовью, интересом. Бұл кеште классикалық туындылары екінші өмірге ие болды. Түрлі дәуірдегі музыка шеберлерінің мәңгілік композициялары көше ақындарының мәтіндерімен үйлесім тапты. Симфониялық оркестр мен камералық хоры өз кезегінде ұрмалы аспаптардың сүйемелдеуімен де керемет үндесті. Басты мақсат орындалды. Көрермендер классикалық музыкаға үйреніп, әсем кештен керемет әсер алып тарасты. Шығарылым соңында ертеңгі күнге Қазақстанның мәдени афишасы. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында Қазақстан-Россия 21 век фестивалі өтеді. Артишок театры Джуд қойылымын сахналандырмақ. Серик Буксиков воркшоп галереясында Сәуле Дүйсенбинованың Ою атты жеке көрмесі өтеді. Өміріңізді тек әдеміде қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше күн жақсы болсын.